Көк жайлауы кең, диқаншылардың біраз егістіктері бар, кең далаға қаптаған үйлер тұрғызылған Қазақстанның бір бөлшегі. Кешкісін балалар шуласып ойнайтын керемет ауылдың көңілді кеші. Бір үйдің бой жетіп отырған қызы болды. 11 сыныпты бітіргелі отырған ажарлым ұялы телефонын алып, банкет кешіне киетін көйлек іздеп отыр. Интернеттің заманы ғой, тапсырыс беремін деп әр парақшаны бір ашады. 11 сыныпты бітірген соң ақпараттық жүйелер мамандығына түсуді көздеген ол барлығын осы бастан дайындалып жүр. 16 жасар жас бой жеткен үйдің де тіршілігіне бейім. Сиыр сауып, анасына көмектесіп, үйдің шаруасына дейін дөңгелетіп жүреді. Ажарлым. Ол кездері тым баламын ба білмеймін, бірақ қазірде тым есейіп кеткен жоқпын ғой. Сіздерге осыдан 3-4 жыл бұрынғы оқиғаны баяндайын. Бұл оқиғаммен сіздерден ақыл кеңес сұрау үшін жазып жатырмын. Оқиғаларда әйтеуір барлығы бақытты, бірақ маған бақыт жетпей қалды ма білмеймін, көп созбайын. Банкетке көйлек іздеп ерекше бір атлас көйлекке тапсырыс бердім. Ата-анам бетімнен қақпай өсірді. Қалағанымды алдым. Алайда әкемнен аяқ тартатынмын. Барлық үйде солай шығар. Күйбең тіршілікпен сабақ үй болып жүріп, бір күндері телефонның ішіне кіріп кетердей атқарып жаттым. Таныс емес бір жігіт ВКонтакте желісіне жазды. Кішкене ғана сөйлескенде кәдімгідей жүрек дүрсілдетіп кетті. Жақын араласып кеттік. Мен оқуды бітірдім. Алайда себептермен жасырын болсын ұбт тапсыра алмадым. Банкетке сонша дайындалғанымызда ол да болмады. Сол жылдары қаламызда дүрбелең болып ешқандай ойын сауықты отырыста болмады. Қалаға университетке түстім. Ақпараттық жүйелер программист мамандығына. Жігітіммен арамыз үзілмей сөйлесіп жүрдім. Анама жайлап ол туралы айта бастадым. Бірақ әкемнен қорықтым. Тұрмыс құру деген ойымда болмаған. Тек қыз жігіт болып сөйлесіп жүрміз деп ойлап жүргенде күтпеген жерден ұсыныс жасады. 1-ші курсты бітіріп 2-ші курсқа өткен шағым. Жасым 17-те еді. Сөйлесіп жүріп, кездесіп те, танысып та біліскенбіз. Сондықтан иә деп айттым. Екеуміз де қуанып жүрміз. Үйіне мен жайлы барлығын айтып қойған. Ал мен болсам, әкем біліп қойса өлтіреді деп қорқынышпен жүрдім. Тұрмысқа шығамын деп өзімше дайындала бастадым. Жігітіме анасы ақша беріп, базардан үйге киім жүретін халат, орамал, аяқ киімдер алып алсын депті. Сонымен жігітімен базарға барып, өзіме ұнаған киімдерімді алдым. Киіп көріп жүріп, базардағылар қадамың құтты болсын деп қояды. Мен болсам сырт көзге бақытты болып көрінгенмен іштей қорқып жүрмін. Мына күн деп алып қашатын күнді белгілеп қойғанбыз. Бірақ қайдан естіген білмейм, анам хабарласып дереу бәрін тастап үйге кел деді. Өзім қорқып тұрмын, жүрегім одан да қатты ұрып кетті. Киімдерімді жігітіме беріп, өзім дереу үйге қарай таксиге мініп жол тарттым. Бар ойым, әкем біліп қоймаса екен, бірақ олай болмай шықты. Үйдегілер біліп қойыпты. Ауыл арасы жақын ғой, жігітім жақтан біреу-міреу жеткізген көрінеді. Содан залда отырмын. Жанымда ағам бар. Бір уақытта әкем, ажарлым, кел мұнда, деді. Қатқыл үнмен. Қорқып дірілдеп тұрмын. Ағама жүрші менімен, мен қорқам дедім. Ағам екеуміз бірге шықтық. Шай демделген үстелдің жанына жайғастық. Ол жігітті танисың ба? Жоқ дедім. Қорыққаннан не айтып не қойғанды білмеймін. Әкемнің қатар қойған сұрақтарына жоқ деумен отырмын. Одан соң әкем тіл қатпады. Залға кірдің де қайта шықпадым. Жүрегімнің дүрсілі құлағыма дейін келіп жатыр. Ештеңе болмағандай отырғым келді. Бірақ болмай жатыр. Ештеңеге тәбетім тартпады. Жігітім хабарласып жатыр. Басында алмай отырдым да кейін тұтқаны көтердім. Не болды? Деп мән жайды сұрап жатыр. Үйде не болғанын айтып бердім. Жігітім ашуланып кетті. Неге олай дедің? Неге жоқ дедің? Деп сұрақтың астына алды. Қойшы дедім. Жылап тұтқан қоя салдым.
Алайда жігітім оңайлықпен бас тартпады. Кешкісін үйге оның туыстары құда түсіп келді. Үйге кіріп, нан ауыз тиіп, шай ішіп болды да, ешкім тіл қатпай бір орында отырды. Әкем, шай-пай ішіп болсаңыздар, есік ашық деді. Әкем өзі тым қатал кісі, барлығын тіке айтатын. Ортада отырған үлкен апа, жастар сөйлесіп жүр екен, бірі-бірімен ақылдасып келісіп қойыпты. Біз енді қызыңызды сұрауға келіп тұрмыз, деді. Әкем сығалап қарап тұрған маған ашулы көзбен қарады да, жақсы, жауабымды кейін айтамын деп сыртқа шығып кетті. Кейін үйдегі қонақтар кеткен соң әкем үйге кірді. Келді де мені шақырды. Қорқып дірілдеп әрең келдім. Маған неге өтірік айттың? Не де болса шындықты айт дейтін едім ғой. Олардың көзінше мені табалағандай болдың. Не дерімді білмедім ғой. Әкемнің көзіне қарап не де болса уақыты келгенде, әкешім, кешірші, сізден қорыққаннан жоқ деуге мәжбүр болдым. Олардың айтқаны рас, мен оны жақсы көремін, жылап жібердім. Сонда әкем, жаным-ау, қанша қатал болғанымен сені жеп қоймаймын ғой. Бағыңды байлайын дейсің бе? Болашақ күйеу балаға айт, мен келісімімді бердім, деді. Сол кездегі қуанышымды айтып жеткізе алмаймын. Дереу Алмасқа хабарласып бәрін айттым. Дайындық өткізіп, қуанышымызда шек жоқ. Құда түсу рәсімін қайта жасап, тойханаға дүркіретіп тұрып, ұзату тойымды әкем жасап берді. Бәрі риза. Екі жақтың да ата-анасы танысып, білісіп, алтындарын тағып мәз-мейрам. Ақ босаға аттадым. Жүрегім бір түрлі болып, өз отанымнан көзіме жас ала шығып, мәңгілік отаныма келдім. Ертесіне беташар болды. Барлығы жақсарып келе жатқандай. Беташардан кейін келіндік қызметімді атқарып, тірлік жасап кеттім. Барлығы жиынастырып, қалың жұрт тарасты. Кешке жолдастарды күтіп, 3-4 күн бойы қонақпен әлек болдық. Тұрмысқа шыққаныма айдың жүзі бола бастағанда, қисынсыз жайттер орын ала бастады. Күйеуім үйдің үлкені, бір інісі бар, қарындасы бар. Енем барлық жайтты көрсетіп, тірлігімді жақсы жасап жүрсем де, қайын сіңілім әйтеуір бір мін тағып, мен қайнымды жұмсамаймын ба деп жүрсем, атам жұмсаған іске маған сені жұмсады деп біраз әуреге салды. Олар мен ойлағандай болмай шықты. Кейде барлығын дұрыс жасадым да, қайын сіңілім келіп, олай емес, бұлай жасайсың деп, одан мен оны қайтадан түзетіп, енем келіп, бұл бұлай тұрмайды деп, шынын айтқанда күйеуімнің бауырлары мені ақымақ қылып, мен соңында жылап қалып жүрдім. Қыз күнімде жаныма жақпағанды жұлып жейтін мен кірпідей жиырылып, бірдестен момын жанға айналдым. Өзімді танымай жүрдім. Үйде күйеуім ғана момын екен. Жаңа түскен келін болсам да, егістікке де жүрдім. Малдың соңында да жүрдім. Үй тірлігінде жасап, қайным мен қайын сіңілім тыныш болсын деп шапқылап жүрдім. Олар туралы күйеуіме тіс жара алмадым. Бауырлары ғой. Төркінім көрші ауылда. Ал әкем көбіне таксист болып жүргендіктен ара-тұра мен көріп тұратын. Бірақ қасыма жақын келмейтін, алыстан бақылап кететін. Егістікке жүргенде үйде қап-қап көп тасып тезек елеп жатқанымды да, жүк машинасының қысқы көмірімізді түсіріп жатқанымда барлығын көріп жүрді. Бірақ ештеңе айтпады. Менде әкеме хабарласуға батылым бармай жүрді. Әкеме көрінбей-ақ қояйын, өтіп кеткен шығар, немесе қазір өтпейтін шығар деп, сырттағы тірліктерімді бітіріп алайын деп шыққан уақытымда, әкем ойымды оқығандай сол арадан өтетін. Күйеуіммен арамыз жақсы болды. Қашан атанамыз деп жүргенде, қан кетіп ауруханадан бірақ шықтым. Ішімде 9 апталық бала бар екен. Мен оны тіпті сезбегенмін де. Түсік тастаппын. Көп қан кеткендіктен жан сақтау бөліміне жатқызыпты. Онда есімді білмей 2 күн жатыппын. Оянсам атанам да, ата енем де жанымда. Маған мұңая, жанарлары жасқа толып қарап тұр. Жағдайым дұрысталып үйге шықтым. Үйге келсем,
Қайын сіңілім күйеуіме бірдеңелерді айтып тұр, түсінбей қалдым. Күйеуім маған ашулана қарады. Не болғанын сұрағанымда, Алмас, неге ешекке отырасың? Келін деген ешекке отырушы ма еді? Еще екі қабатсың деп тап берді. Мен отырған жоқпын дедім. Алмас болса, есіңді білмей жатқан шығарсың. Сәл тынығып ал. Қазір сағанда мағанда оңай емес деп көшеге қарай кетіп қалды. Сөйтсем, мені егістіктен қайтаратын қайнымды түсіріп, мені ешекке отырды. Содан баласы түсіп қалған болар депті. Мен расында отырдым ба, жоқ олар өтірік айтып тұрма, мен оны әлі күнге дейін ұға алмай жүрмін. Біраз уақыт өтті. Менің екінші рет аяғым ауырлады. Бұл жолы күйеуім үйде кезде маған көбіне қол ұшын созып, жаныма керектің бәрін жасап жүрді. Балам 7 айға тақап қалды. Бір күні оны 1 айға жұмыс бабымен басқа қалаға жіберетін болды. Маған келіп байқап жүр, қызым екеуіңді сағынатын боламын деп екеумізді құшақтап кетті. Менде бәрі жақсы болды. Бірақ күйеуімді қимай тұрдым. Қайнінім мен сіңілім Алмас үйде кезде моп-момақан болып жүреді. Күйеуім жуас болғанымен оның бір ашуы шықса, жер жаһанды қопаратын мінезі бар екенін білдім. Олар сол мінезінен қорқады. Алайда енді Алмас кетті. Олардың тағы да мені әбігерге салатындары анық. Аяқ астынан енем үйде ақта. Күз келді. Паластарды жу деп тірліктің барлығын мойныма артып, өзімен кетуім керек. 1 аптадай төркінде болам. Қонақ асып беріп жатыр деп Алматы қаласына кетіп қалды. Өзіміз Жаркентте тұратынбыз. Содан қайын сіңілім мен ініме қарап қоям. Олардың тірлік істейтін ойлары да жоқ. Қайным балдарымен қаңғып кетті. Ал қайын сіңілім болса, жанымда жүргенімен сыныққа сылтау іздеп, өйт-бүйт деп приказ беруден басқа дым бітірмеді. 5 бөлмелі үйдің бәрін өзім ақтап шықтым. 2 күн дегенде одан ауырып жүрген бүйрек одан сайын ауырып, бір мәнсі болар деп, канифрон таблеткасын 2-ін ішіп алып, ақтап біткен соң, паластарды шығарып, кәдімгідей автомат болдым. Өзім бір тірлікке құлшына кіріссем тоқтай алмай қаламын. Енем келген кезде қуанып қалсын деп, барлығын 1 апта ішінде бітіруге тырыстым. Айтқандай, ешкімнің көмегінсіз ақ үйімді жайнатып қойдым. Паластарым 2 күн ішінде кеуіп, үйге кіргізіп төсеп қойдым. Бәрі дайынға келді. Қайын сіңілім әп-бәрекелді. Енді бір 5 бармақ болса, оны қайнатам қостай қойып, үйде ет бар, рахаттанып жейік деп, 2 кештің ортасында ет астым. Сол кезде енемде кешкі автобуспен келіп қалды. Жалғыз келмепті. 2 сіңілісі бар, оларды да ертіп келіпті. Оларды күтіп, дастархан жайып, тамақтарын беріп, одан төсектерін салып бердім. Барлығы тымпиып ұйықтап жатыр. Сағат түнгі 3:45. Мен ыдыстарды жуып реттеліп бола алмай, ішім ауырсынып тұр. Аса мән бермедім. Себебі ерте босану деген ой мүлдем келмеді. Әлі уақытым бар ғой, көп тірлік істеген соң ауырып жатыр ғой деп, тірлігімді бітіріп, мен де ұйқыға жаттым. Ертесіне оянып тіршілікпен қамсыз ары беріп жүрмін. Үйдегі қонақтарға шайларын беріп, олар қайтамыз деген соң ертерек тамақ істеп, жолға шығарып салдық. Күндегідей тіршілік өтіп жатыр. Ауыл арасы ығы-жығы, мал жан, әйтеуір күйбең тіршілік. Паластарды жуып, үйді ақтап біткенше ысып тұрған күн бүгін бірден суытты. Суытпайше күзде келіп қалды ғой. Бір уақытта боран басталды. Бәріміз үйге тығылдық. Боранмен қоса жаңбыр жауып, жаңбыр артынан бұршақ жауды. Аяқ астынан күн райы демде өзгерді. Сол ортада ішімде ауырсынып, бірден суым кетті, кәдімгі деп шокке болдым. Енем ала сұрып жүр. Су кеткен соң бірден ішім қатты ауырды. Құрғыр толғақ деген осындай болады екен ғой дедім. Енем сасқаннан ата-анама да Алмасқа да хабарласыпты. Дайын көлік жоқ болған соң әкем ұшып келе қойды. Машинаға отырып дереу аудандық ауруханаға бардық. Ол жаққа барған едік, ерте босандыра алмаймыз деп, бастарын ала қашып, одан Алматыға кеттік.
Балам тұншығып қалмаса болар еді деп уайымдап келемін. Әкем зуылдап тез-ақ жеткізді. Перзентханаға кіргеніміз сол еді. Күшеншек келіп бірден босанып алдым. Аллаға шүкір, қыз бала дүниеге келді. Бірақ туыла сала вакуумға жатқызды. Кислород жетіспейді. Өкпесі нашарлау деді. Не болып жатыр деп қорықтым. Өзі кішкентай ғана. Туыла сала бауырыма баса алмадым деп көзіме жас алдым. Салмағы 1 килограмм 600 грамм болды. Менің жағдайым дұрысталған соң палатаға шығарды. Сәбиімді көргім келіп, оған қайта-қайта келемін. Оны құшақтап иіскей алмаймын. Ортамызда әйнек бөліп тұр. Біз баламыз бұлай ерте туылады деп ойламадық. Сондықтан перзентхананың заттарын да дайындамағанбыз. Мен күтіп отырмын. Босанарда біраз заттарды басқа келіншектерден сұрап, акушерлер қолындағы барымен әйтеуір бірдеңесін қылғанбыз. Босандырғандарға беретін ақшада керек. Сұрап келіп жатыр, мен болсам кірерге тесік таппай ұялып отырмын. Сол арада Алмас келіпті. Енем оған да хабарлаған ғой. Келіп бәрімен өз сөйлесіп, керекті ақшаларды беріп, менің де керек жарағымды алып берді. Одан соң сыртта не болған білмеймін. Қызыма сүтімді сауып беріп жүрдім. Басында мейірбикелер апарып өздері берді. 2 аптадан соң жаныма келіп өзі беріп жүрдім. Жайлап емізіп те жүрдім. Бірақ ембеді. Күші жетпеген сияқты, көп өтпей үйге шықтық. Шыны керек, дұрыстап күтіне алмадым. Үйге күнде қонақтан қонақ болып, немере құтты болсын деп, қырқымыздан шықпай жатып үйге топырлап келіп алатын болды. Одан қайнатам шуды тоқтатып емделіп жүреді. Ол да өлесілі мас болып, иттің ит айқайын шығарды. Күн салқындап қалған, үйге от жаққан, қайтейін-ау, есіктерді ашып тастайды. Содан кішкентайым тез суықтап, алғашқы айларда тым қатты әбіршіп кеттік. Қызым сол күйі ембеді. Қанша емізуге тырыссам да, басын алып жылап, аузын алмай қойды. Оған мен де қосыла жылап, ақыры жасанды сүт еміп жүрді.